Міне бізде мына жерде 700 грамм шекер. Қазір үстіне саламыз. Üstüne şekerді салып, араластырып, 3-4 сағатқа қоямыз. Яғни шекері осылай жайып қоямыз, 3-4 сағаттан кейін алып қайнатамыз. Міне осындай суы шығып бергеннен кейін, 3 сағат өтті. Енді газға қойып араластырамыз. 10 минуттай шекерін ерітіп араластырып аламыз. Осындай болып қайнады. Яғни осылай суы шығу керек. Міне осылай суы шыққаннан кейін қазір блендермен еземіз. Міне осындай қылдырып езіп алдым блендермен. Қайтадан қазір газға 20 минутқа қоямыз. Егерде қою болсын десе 20 минутқа, ал егерде сұйықтау болсын десеңіз 15 минутқа қоясыздар. Міне бізде қайнағаннан кейін осындай болып шықты. Осындай ешқандай барлық нәрсесі езіліп кету керек. 20 минут қайнатқанда осындай.